Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, аз ғана фарштан жасалатын тойымды тағамның рецебімен бөлісемін. Бұл тағамды енді үйде ет аз кезде міндетті түрде жасаймын. Ең алдымен 200 грамм суға жарты шай қасық тұз салып, тұз ерігеннен кейін оны араластырып ұнға құямыз. Осының үстіне 2 ас қасық сұйық май қосып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Достар, менің каналымда осындай қарапайым заттармен жасалатын жеңілдеу рецептер бар. Каналыма тіркеліп алыңыз. Қамыр тынғанша 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Жуып тазалап алынған картопты ұсақтап 4 бұрыштап тураймыз. Және де пиязды да дәл осылай етіп турап, оның үстіне аздаған фаршты салып, дәміне қарай тұзды және бұрышты салып араластырамыз. Құрғақ болмасы үшін үстіне 2 ас қасық сұйық май қостым. Тынып дайын болған қамырды осылай етіп 6 бөлікке бөліп дөңгелектеп алдым. Қамыр кеуіп кетпес үшін бетін салофановый пакетпен жауып, келесі кезекте бір-бірден алып оны дөңгелектеп жаямыз. Осындай мантының қамырындай жұқалықта жайып алып, барлығын осылай етіп шұңқыр ыдысқа салдым, яғни жасаған кезде ыңғайлы болуы үшін. Шетін айналдыра осылай етіп түйіп шығамыз. Осы жасаған алтауының көлемі өте үлкен болып шықты. Жасап болғаннан кейін астына салғанға 5 картошканы ұсақтап турап, бір сәбізді үккіштен өткізіп және де аздаған сұйық май қосып, осыларды қуырып аламыз. Осының үстіне туралған картоптарды салып қуырып, дәміне қарай тұзды салып, оның үстіне ең бетіне дайындап алған осы қамырларды бір-бірден салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін тең жартысына дейін қайнап тұрған ыстық суды құйып, 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Суы тартылып қалмас үшін баяу отта пісіреміз. Жұмсақ, өте дәмді, менің отбасымның ең сүйікті тағамына айналды. Қамыры толықтай пісіп, өте тойымды, әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде осылай етіп жасап көріңіз.